Толқын Ерланды қанша сүйгенімен оның отбасылы екенін білген сәттен бастап онымен барлық байланысты үзді. Бір жағынан оның отбасылы болып шыққаны болса, екінші жағынан оның осынша уақыт бойы Толқынды алдап келгені жанына батты. Ерлан өз кезегінде Толқынның бұл шешімін құптамады, оны жоғалтқысы келмеді. Қайтаруды ойлап күнде кешке Толқынды жұмысынан күтіп алып, одан кешірім сұрап, кері қайтуын сұрады. Толқын Ерланға бірнеше күн бойы жайлап түсіндіріп, одан көңілі қалғанын айтты. Алайда Ерланның қайтпасын біліп, бір күні Толқын өзінің адал жігіті бар екенін айтты. Ерланнан оны мазаламауын өтінді. Ерлан бұған да көне қоймас еді, алайда үйіне барса, Ерланды тосын сый күтіп тұрды. Көркемнің аяғы ауыр. Қаншама жыл күткен жаңалық, қаншама үміт, қаншама рет жасалған сараптама, ең шара бүгін нәтижесін беріп тұр. Көркем үйде бұл жайнап жүрді. Күндегі өмірге өкпелі күй тіпті болмағандай. Ерлан да бұл жаңалықты естіп қатты қуанды. Қаншама жыл күткен бақыты есікті қағып тұрғандай. Баланың аман есен дүниеге келуі үшін Ерлан Көркемге көп көңіл бөлуі керек екенін ол жақсы түсінді. Содан Толқынды мүлде ойламауға бел буып, барлық ойын тек Көркеммен ішіндегі сәбиге бөлді. Кейде Толқын есіне түсіп, оның жымиған күлкісін, алақанын, қылықтарын сағынып кететін. Алайда қазіргі жағдайда ол Көркемді ренжітуге жол бере алмас еді. Амалсыз өз ойын өзі бөліп, Көркемді қуантып, баласын асыға күтті. Көркем бірнеше рет сақтандыру бөліміне түсіп қалып, Ерланды қорқытты. Қанша жылдан бері күткен сәбилері болғандықтан, екеуі жандарын шүберекке түйіп, Алладан амандығын тілеумен болды. Бір күні аяқ астынан ойламаған жерден Көркемнің суы кетіп, толғағы басталып босану бөлімшесінен бір шықты. Уақытынан бұрын босанса да, Көркем шекесі торсықтай ұлды дүниеге алып келді. Атын Сағындық деп қойды. Уақытынан бұрын туылғандықтан ауруханада бірнеше апта жатты. Содан соң керемет шығарып алу мерекесі өтті. Аниматорлар ән, би, күй, қаптаған шарлар, гүлдермен Ерлан тұңғышын шығарып алды. Көркем бақыттан бұл жайнап тұрғаны сонша, кеше ғана босанған келіншекке тіпті ұқсамайтын. Ерлан да өзінің әке болғанына мәз, өз-өзін мақтан етіп тұр. Бұлай өзін жиһаз фабрикасын ашқанда мақтан тұтпаған шығар. Ұлым, көмекшім, ізімді жалғастырушым, мұрагерім, досым, сырласым деген Ерланды жағымды эмоциялар Толқынды ұмыттырғандай болды. Кейде ғана Толқынды түсінде көретін мөлдіреген көздері, әдемі күлкісі. Ерлан кейде Толқын жұмыс жасайтын жерге жұмыс барысымен барып тұратын. Басшылықпен кездесіп, кейбір мәселелерді шешіп кету мақсатында. Сол кездері Ерлан көзбен Толқынды іздеп тұратын, алайда Толқын ешбір жерден көрінбейтін. Жұмыстан шығып кеткенге ұқсайды. Нақтылап сол туралы сұрауға ары бармады. Қазір Ерлан әке, ұлы бар. Ал Толқынның жігіті бар. Оны өзі соңғы кездесуде айтқан болатын деп Ерлан Қонысбайұлы Дианаға ағынан жарылды. Бұны маған есіне айтып отыр деп ойлап отырған шығарсыз. Айтайын дегенім, егерде сіз бір күні өзіңіздің махаббатыңызды кездірсеңіз, оны ешқашан ешқайда жібермеңіз. Ол үшін соңына дейін күресіңіз. Сол адаммен қосылып, бақытты болуға тырысыңыз. Сол кезде ғана барлық өміріңіз мәнді және еш өкінішсіз өтеді. Сіз қазір жассыз, сондықтан менің айтқандарымды дұрыс түсінбей отырған шығарсыз. Бірақ менің айтқандарымды естен шығармаңыз деп Ерлан Қонысбайұлы далаға ұзаққа көз тастап, ойға шомылып кетті. Диана жас болғаннан ба, мүмкін басына түспегендіктен болар, әйтеуір Ерлан Қонысбайұлының айтқандарын қатты көңіліне ала қоймады. Бірақ 2 айға кездескен қызды әлі күнге дейін сүйетінін, әлі күнге дейін қатты сағынатынын көріп қайран қалды. Тіпті қазір төсек тартып жатып, денсаулығы сыр беріп жатса да, сол кезде Толқыннан айырылып қалғанына қатты өкініп отырғаны Диананың көңіліне тиді. Қандай махаббат? Бұл әңгімеден кейін Ерлан Қонысбайұлының сезіміне қайран қалып, Дианада өмірінде осындай махаббатты бастан кешіргісі келді. Нағыз махаббатын жолықтыруды армандап кетті. Сағындықты әке-шешесі барлық махаббаттарын беріп өсірді. Анасы барлық уақытын балаға арнаса, әкесі барлық материалдық жағдайын жасады. Оның ақылды, бауырмал мейірімді болып өскенін қалады. Алайда барлығы керісінше болып шықты.
Мүмкін тағдырдың жазғаны ма, әлде тоқшылық па, әйтеуір Сағындық мейірімсіз, өз басын ғана ойлайтын эгоист болып өсті. Ерлан Қонысбайұлы ұлына дұрыс тәрбие бере алмағанына қатты өкінді. Баланың күйігі барлығын басып кетті. Ештеңе Ерлан Қонысбайұлының кеудесіне жылулық сыйламады. Жалғыз ұлының осындай болып өскеніне жаны күйгендігі Ерлан Қонысбайұлының денсаулығына да кері әсер еткені белгілі. Көркем балаға кішкентайынан көп көңіл бөлді. 2 айлық кезінен бастап бассейнге берді. 3 жасынан бастан 3 тілде дайындайтын жеке бала бақшаға барды. Қосымша ағылшын тілінен жеке мұғалімде жалдап қойды. 5 жасынан бастап мектепке даярлық орталығына барып, ең үздік деген мұғалімдерден сауаттылыққа үйренді. 1 сыныпқа қаладағы ең мықты деген гимназияға оқуға түсті. Қаншама жыл дайындалғанмен Сағындық өз күшімен түсе алмады. Әкесі өзінің байланыстарын қосып, әрең дегенде осы мектепке орналастырды. Мектеп кезінде де әкесі өзінің атағы мен беделін, ақшасын көп пайдалануға тура келді. Көркем болса Сағындықтың жақсы азамат болып өсетіне риясы сенді. Әрбір ана баласының ақылды да мықты азамат болып өсетіне кәміл сенеді. Көркем де сол. Ерланға да қолынан келетінін барлығын жасатып, баланы жазалауға еш рұқсат бермеді. Барлық ана баласын қорғаштап, қолдап өсіретіні белгілі, бірақ Көркем тым шектен шығып кетті. Бұны білген Сағындықта барлық әлем оның аяқ астында секілді жүрді. Анасына шағымданса болса, айтқаны екі етпей отырдалатынын біліп алған ерке бала әлемді белшесінен басып жүрді. Бұны байқаған әкесі анасына ескерту жасап, түсіндірмек болғанымен Көркем еш тыңдағысы келмеді. Сен бала тәрбиесінен не білесің? Мен қаншама кітап оқыдым, семинарларға қатыстым. Қазіргі балаларға бұрынғыдай қысым көрсетуге болмайды, олар еркін өсулері керек. Сен болсаң жұмыстан босамайсың. Ештеңе оқымайсың, ештеңеге қатыспайсың деп Көркем жеңістік бермейтін. Шынымен де Ерлан Қонысбайұлы ұлы дүниеге келгелі жұмысты күшейтті. Оның бар ойы баланы Көркем керемет тәрбиелеп шығарса, ал мен оған үлкен холдинг дайындап қойсам, осы холдингтің тізгінін ұстап әрі қарай көркейтіп кетеді деп сенді. Алайда өте қатты қателескенін енді ғана түсінгендей. Ең бірінші рет Ерлан Қонысбайұлы Сағындықтың біліміне қатысты шындықпен бетпе-бет келгенде өзінің бала тәрбиесінен алыстағанына өкініп қалды. Жылда үздік бағаға бітіріп жүрген баласының мақтау қағаздарын көріп, Ерлан Қонысбайұлы ұлының біліміне кәміл сеніп, оны ең жақсы атақты оқу орнына оқуға түсірмекші болды. Алайда баласы тіпті өту шегінің ең төмен балында жинай алмағанын көріп қатты таңғалды. Әке байғұс баласынан көрмей, университетті кінәлай түсті. 5 бөлімнің соңы. Құрметті тыңдарман, келесі бөлімді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін баса кетіңіз. 6 бөлім жақын күндері шығатын болады. Біздің каналдың тыңдарманы болғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.